Санасы лайланбаған баланың қолына интернеті бар смартфонды ұстату оған есірткі сатып әпергенмен тең. Неге дейсіз бе? Екеуі де ми құрылысын айтарлықтай өзгертеді. Әсері, зияны бір. Біраз уақытша наша шеккен кісінің миындағы зақым қандай болса, телефонға тәуелді кісінің де санасында, миында дәл сондай өзгеріс болады. Бұрын ұялы телефон дегенде тек қалталы кісілердің қолынан көретін болсақ, осы күні титтей балалардың қолынан да түспейтін ойыншыққа айналған. Оны айтасыз, алыстағы ауылдарыңыздың өзінде соткасыз үй жоқ. Ал енді екінің бірінің қолында, жамбасында, қалтасында, сөмкесінде, кеудесінде жүрген осы сотка дегеніңіз адамға қаншалықты зиянды. Америкалық мамандар ашқан жаңалыққа бұл күнде ешкім таңғалмайтын болды. Осыдан 2 жыл бұрын екіқабат әйелдер мен жас балалардың ұялы телефонды пайдалануы олардың денсаулығына орасан зиян тигізеді деп, иондық емес сәулелерден қорғану жөніндегі Ресей ұлттық комитеті де дабыл қаққан болатын. Сотка балалардың денсаулығына кері әсер етеді екен, есте сақтау қабілетін нашарлайды, танымдық қабілеті төмендейді, бойды сүлесоқтық пен бойкүйездік билейді. Балалардың көбісі ашушаң, шаршауық, жүйкесі тез құриды. Ал ұялы телефонмен ұзақ сөйлесетін балалардың жүйкесі жұқарып, депрессиялық синдромға ұрынуы жиілейтін көрінеді. Адамдар пойызда, лифт ішінде телефонмен сөйлесіп жатады. Ең зияны да осы екен. Ұялы телефонның антеннасы мұндай жағдайда жоғары деңгейде радиация шығарады. Бұл айналып келгенде адамның дене бөліктерін қыздырып, денсаулығына кері әсер етеді. Әсіресе жастар күндіз-түні соткаға жабысып, қолдарынан бір тастамайды. Түнімен музыка тыңдайды, бір-біріне хабар жібереді, әйтеуір тыным жоқ. Зарядтайтын қондырғы жарты метр жерде болса, онда жоғары кернеулі электр сымының астында ұйықтағанмен бірдей екен. Тіпті мұның соңы мида қатерлі ісіктің пайда болуына әкеледі. Ғалымдар сұмдық сорақы жайттарды да анықтап отыр. Ұялы телефонмен ұзақ сөйлесеңіз, ол адам миын 1 градусқа дейін қыздырады екен. Израиль елінің Реховат қаласында орналасқан Вайзман медициналық ғылыми зерттеу институтының профессоры, қатерлі ісік дертін емдеудің танымал маманы Рони Сегер мырза, ұялы телефонда әркез қолданған тұста бөлінетін электромагниттік өріс барлық тіршілік иелеріне, соның ішінде адам ағзасына аса үлкен зиян тигізетінін дәлелдеп шықты. Бұдан бұрын да финляндиялық ғалымдар ұялы телефоннан бөлінетін радиоактивті сәуле адамның жұлын жүйке жүйесі мен мидағы қан тамырларына кері әсер ететіні жайлы мәлімдеген еді. Іле-шала швециялық мамандар да ұялы телефонды үздіксіз 10 жыл қолданған адамның есту қабілеті әдеттегі тұлғалармен салыстырғанда 39% нашарлағанын байқаған. Сол сияқты австралиялық дәрігер-ғалым нерв жүйесі һәм ісік ауруларының білгірі Вин Куран ұялы телефон пайдаланатын 100 адамға физиологиялық тұрғыдан салыстырмалы зерттеу жүргізіп, бақылаудың нәтижесінде бұлардың көбінің ми қабатын ісік шалу зиянын байқаған. Бұл дерт арада 10 жыл өткенде тіпті ұлғайып өлім қаупін туғызатынын анықтаған. Вин Куран мырзаның пайымдауынша, әлем бойынша темекінің салдарынан жылына 5 миллион адам ажал құшатын болса, болашақта ұялы телефон зиянынан өмірден өтетіндер саны бұдан да бірнеше есе көп болары хақ дейді. Жоғарыдағы ғаламдық қауіпті тенденция біздің ел тұрғындарын де айналып өтпесі анық. Дәл қазір республика көлемінде телекоммуникацияның дамуына байланысты электромагниттік өрістер жойдасыз өсе түсуде. 1990 жылмен салыстырғанда елімізде, оның ішінде үлкен және моноқалаларда электромагниттік өрістің таралуы ондаған есе өсіп, тіпті ірі қалаларда оның мөлшері қалыптан нормадан 1000 есе артқан көрінеді. Яғни қалыптан тыс көбейген электромагниттік өріс адамның нерв жүйесіне, ішкі ағзаларына, физиологиялық дамуына зиян келтірумен қатар, ескі ауруларын қоздырып, адамның сергек ойлау, жақсы көру, дұрыс есте сақтау қабілетін әлсіретіп, жыныстық ағза мен эмбрионның дамып жетілуі мен қызметіне теріс ықпалын тигізеді екен. Әсіресе жүкті әйелдер мен электромагнит өріс аумағында болуы іштегі нәрестені туа бітті кеселге ұрындырары ғылыми тұрғыдан дәлелденіп отыр.
Құрметті аналар мектебі YouTube арнасының көрермендері, әпке-сіңлілер мен қыз-келіншектер, осы видеодан кейін балаларыңызға телефонның қаншалықты зиян екенін аңғарған болсаңыздар, күніне беру уақытын азайтыңыздар дегіміз келеді. Өйткені біздің болашағымыз болған, қазіргі таңда солар үшін еңбектеніп жүрген кезде, болашақта біздің балаларымыздың ауру немесе соған ұқсас бір дерті болмауы үшін қазіргі таңда оның миын уламай жаңа күйінде сақтау үшін телефонды көбірек ұстатпауға, одан да көбірек балаларыңызға көңіл бөліп, түрлі дамытатын ойыншықтарды жасап беріп немесе сатып алып беріп, уақытыңызды өткізіңіздер дегіміз келеді. Өйткені баланы тыныштандыру үшін беріп қойған телефонның балаға қалай зиян болатыны қазіргі таңда өзекті, бүкіл әлем бойынша өзекті мәселе болып отқандықтан, сіз де балаңыздың болашағы үшін бұл жағдайға бей-жай қарамауыңызды өтінеміз. Бұл видео осы мақсатта түсірілген болатын, яғни сізге аз да болса өзіңізге де балаңызға да зиян болатынын аңғарту үшін түсірілген видео еді. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен, жаны ашитын әпке-сіңлілеріңізбен WhatsApp-тан осы видеоны тарату арқылы бөлісіп қойсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.